100 жыл бұрын бұл жер Алматы қаласының шеті болатын. Осы жерде саябақ болды, төмен қарай көк базар, одан төмен қарай саяхат автовокзалы болды. Саяхаттан төмен қарайда төмен үйлер болған еді. Қаланың көлемі осы жер ғана болатын. Осы саябақтан саяхатқа шейін ғана. Ал енді осы аймақта, осы парктен саяхат арасында неше мешіт болғанын білесіңдер ме? 30 мешіт болған екен. Ал мына шіркеуді 1907 жылы осы жерге келген орыстар қаланың шетіне, жоғары жағына осы саябаққа салған екен. Содан бері осы шіркеу осы жерде тұр. Ал бүкіл 30 мешітті олар құлатып, тек қана бір мешітті қалдырған еді саяхаттың түбіндегі. Мен ойлаймын, осының жанына мына бос тұрған жерге бір мешіт салып қойса ғой, қатар қылып. Қатар тұрсын, діндердің арасында жаңағы сабырлық болсын. Неке мешіті деп атаса қалай қарайсыздар?